Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 74-ші сабақ барыс септігін өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта мәтіндерді салыстырып түрлерін ажыратамыз және де сөйлемдерден барыс септіктегі сөздерді табамыз, барыс септік жалғауларын білетін боламыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастайық. 46-шы тапсырма: мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Үйден өрт шыққан жағдайда өрт сөндірушілер итті іште қалған балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай бір ит Лондонда 12 баланы өлімнен аман сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бір үй өртенді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жеткенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып, үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақ арқылы жүгіріп барып, түтіннің арасына еніп кетті. 5 минуттан соң ол көйлегінен тістеп, қызды көтеріп үйден шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғанынан көз жасын төгіп құшақтай алды. Мәтіннің авторы Лев Толстой. Өрт негізінен электр желісі мен газ баллондарын дұрыс пайдаланбаудан болады. От жағатын үйлерде пеш ақаулы болса, ол да өрттің шығуына себепші болады. Қолына сіріңке ұстап ойнаған балалардың абайсыздығынан өрт жиі шығады. Балалар, мінекей сіріңкемен бізде ойнауға болмайды екен. Енді осы мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Қайсы ғылыми танымдық мәтін, қайсы көркем мәтін? Өз ойыңды дәлелде. Балалар, бұл жерде бірінші бізде көркем мәтін, ал екіншісі ғылыми танымдық мәтін. Екінші сұрақ: өрт қауіпсіздігі ережелерін білесің бе? Өзің өрт қауіпсіздігі туралы ереже құрастырып көр. Сіріңкемен ойнамау, газ құрылғыларын бұрамау, өрт шыққан жағдайда 101-ге хабарласу. Мінекей балалар, осындай нәрселермен ойнауға болмайды екен. Бұндай нәрселердің арты жақсылыққа келмейді. 47-ші тапсырма: тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Адамның киімі өртенсе, суға түскені дұрыс. Су болмаса, топыраққа аунатып, үстіне құм шашу керек. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздерді сөз құрамына талдап, олардың жалғауына назар аудар. Адамның киімі өртенсе дегеннен кейін үтір қойылады. Суға түскені дұрыс. Су болмаса, үтір, топыраққа аунатып, үтір, үстіне құм шашу керек. Су, бұл жердегі балалар қарамен жазылған сөздер суға, топыраққа. Суға сөзінің түбірі суға, жалғау. Топырақ дегеніміз топырақ түбірі қа, жұрнақ. Осымен балалар, біз 47-ші тапсырманы аяқтаймыз. Олай болса, келесі 48-ші тапсырма. Барыс септігіндегі зат есімдер кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Барыс септігі атау септігіндегі сөзге ға, ге, қа, ке қосымшалары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды барыс септік жалғаулары деп атайды. 48-ші тапсырма: жұмбақтың шешуін тап. Дабылға тез жететін, жалынға сүңгіп кететін, тұншықса да түтінге тайса алмайтын батыл кім, жасқанбайтын батыр кім? Жұмбақтың шешуі балалар, кім деп ойлайсыздар? Жұмбақтың шешуі өрт сөндіруші. Дұрыс айтасыздар. Барыс септігіндегі сөздерді тап. Барыс септігіндегі сөздер дабылға, жалынға, түтінге. Сызбаны пайдаланып, пікіріңді дәлелдей білуге үйрен. Бұл жерде балалар, дабылға дегеніміз ға, ге, жаңағы барыс септігіндегі жалғаулар арқылы жасалып тұрғандықтан біз оны біледі екенбіз. Яғни біз барыс септігіндегі сөздерді өздерінің жалғаулары арқылы анықтай аламыз. Сызбаны пайдаланып, пікіріңді дәлелдей білуге үйрен. Бұл барыс септігіндегі сөз, өйткені ол, бұл жерде мысалы дабылға сөзін алатын болсақ, дабылға неге деген сұраққа жауап беріп, ға
жұрнағы арқылы жалғанып тұр, иә? Ал жалынға сөзі неге деген сұраққа жауап береді, ға жұрнағы арқылы жасалған, және де түтінге деген сөзі түтін не деген сұраққа жауап беріп, ге деген барыс септігінің жұрнағы арқылы жасалып тұр. 49-шы тапсырма, тыйым сөздерді оқып жатқа жаз. Күнге, айға қолыңды шошайтпа, отқа түкірме, суға қоқыс тастама. Енді балалар осыған байланысты берілген сұрақтарға жауап береміз, иә? Барыс септігіндегі сөздерді тауып, оларға сұрақ қой. Күнге, неге, айға, неге, суға қоқыс тастама, неге қоқыс тастама, суға. Бұл жердегі күнге, айға, суға сөздері барыс септігінде тұр екен, иә? Бұл сөздер қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет. Бұл жерде балалар күнге, айға, шошайтпа. Бірінші сөзде шошайтпа сөзімен байланысады. Екіншісі түкірме, яғни отқа түкірме, екі сөз байланысады. Одан кейін үшінші сөйлемде суға тастама, яғни суға тастама сөздері байланысады екен. Яғни бұл жерде барлығы баяндауыштармен байланысып тұр екен, иә? Олай болса, біз 50-ші тапсырмаға көшеміз. Шығармашылық үзіліс. 50-ші тапсырма, төмендегі жағдаяттарда қайда хабарласатыныңды айт. Сен көрші пәтердің терезесінен түтін шығып жатқанын көрдің. Қайда хабарласу керек? Сен мектептен қайтып келе жатып, өз үйіңнің дәлізінен газдың иісін сездің. Қайда хабарласу керек? Балалар, түтін шығып жатқан жағдайда біз өрт сөндіру қызметіне хабарласамыз, иә? Ал егерде газдың иісін сезетін болсақ, онда газ апаты қызметіне міндетті түрде хабарласуымыз керек екен. Келесі сұрақ. Көшедегі мәшине бұрылыста жүргіншіні қағып кетті. Қасында ешкім болмады. Мәшине тоқтамады, бірақ сен нөмірін есіңе сақтап алдың. Не істейсің? Қайда хабарласу керек? Бірінші жағдайда баланы қағып кетіп, ол егер тоқтамаған жағдайда, біз онда оны полицияға айтатын боламыз, иә? Одан кейін барып, сол қағып кеткен баланы жаңағы неге апару үшін, больницаға апару үшін біз міндетті түрде жедел жәрдемге хабарласуымыз керек екен. Олай болса, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.